Сиднейде 4 қазан жекпе-жек. Михайловичтің командасы құйтырқы әрекеттердің бәрін жасап жатыр ғой. Талқылап айтайық бәрін. Ассалаумағалейкум, құрметті бокс мотив арнасының тұрақты көрермендері. Біз бүгін сіздермен Жәнібек Әлімханұлы Михайлович арасындағы жекпе-жек жайлы сөйлесеміз. Бұл жекпе-жектің тарихы өте терең. Оған дейін біз ресми деректерге назар аударайық. Жәнібек Әлімханұлы 31 жаста, Андрей Михайлович 27 жаста. Және олардың бой ұзындықтары 1,82, және қол құлаштары Жәнібек Әлімханұлыда 1,82, ал Михайловичте 1,89. Олардың профессионалды рекордтары Жәнібек Әлімханұлыда 15-0, және оның 10-ын нокаутпен жеңген. Оның ішінде атап айтарлық ең мықты қарсыластары Хасан Нжигам және Роб Бранк. Оның ішінде ең жоғарғы танымал әрі мықты қарсыластардың бірі ол әрине Роб Бранк болған. Оған дейін де, одан кейін де Жәнібек Әлімханұлы ондай мықты қарсыласпен шыққан жоқ. Ал Андрей Михайловичті ол 21 жекпе-жек өткізген, оның біреуін ғана Жаңа Зеландияда, оның 20-сын Австралия өз елінде өткізген. Және оның барлығын жеңіп алған, 13-ін нокаутпен. Және оның әуесқой бокстағы ешқандай рекорды жоқ. Әуесқой бокспен айналыспаған, немесе айналысса да профессионалды рекорды тіркелмеген. Ал біздің Жәнібек Әлімханұлында 308 жекпе-жек өткізіп, оның 300-інде жеңіске жеткен. Және Жәнібек Әлімханұлы ол Азия чемпионы, Азияда ойындарының чемпионы, және әлем чемпионы, және Олимпиада ойындарының қатысушысы. Жалпы осындай ерекшеліктеріне келе отыра, барлық мамандардың пікірі бойынша Жәнібек Әлімханұлы әрине фаворит. Және бұл жерде бәске 2 белбеу тігіледі. Әрине бір белбеу тігіледі деп айтып жатыр қазір, бірақ алдағы уақытта 2 белбеу тігіледі деген мен сенімім мол. Себебі WBO және IBF 2 белбеуде тігілуі қажет. Оны Эгес Климас, яғни Жәнібектің менеджері растап отыр. Сондықтан да бүгіннен бастап енді осындай жаңалық шықты, IBF қана тігіледі деген, ал бірақ алдағы уақытта 2 белбеуде тігіледі деген ойдамыз. Енді бұл белбеулердің қандай маңызы бар? Белбеудің тігілуі негесе тігілмеуі. Бұл жерде IBF Михайловичті міндетті қарсылас ретінде бекітіп отыр. Ал өздеріңіз білесіздер, WBO-ны ол Жәнібек Әлімханұлы ең соңғы рет 14 қазан күні 2023 жылы Винченцо Гуальтери мен Икапомен бірге қорғап, сол жерде өзінің чемпиондық атағын қорғаған болатын. Арада 1 жылға жуық уақыт қалды, яғни аз ғана уақыт қалды. Ертең 4 қазан жекпе-жек өткізетін болса, арада тағы бір айдың көлемінде тағы жекпе-жек өткіз WBO чемпиондығын қорғау үшін деп ультиматум қою мүмкін. Сондықтан да осы ультиматум қоймас үшін Эгес Климас, жалпы Жәнібектің менеджерлері ол жерде шығылдап жатыр. Яғни WBO-ны да осы жерде тігіңдер. Сол үшін Жәнібек оларды екеуінде сәтті қорғайды, және содан кейін ол екі чемпиондық белбеуді өзінде қалдырады деген оймен олар таласып жатыр. Берік Сұлтанның өзі де Эгесқа, жаңағы топ-ренктің басшысына, Боб Арумға қайта осылай хабарласып жатқандығын мәлімдеді. Сондықтан да бұл өте маңызды хабарландыру екендігін ескере кеткен жөн. Енді ресми деректерді аяқтадық. Енді одан кейін біз жалпы ситуация қалай болып жатыр, осының барлығына кеңінен ашық тоқталайық. Михайловичтің қарсыластарының ешбірі де танымал емес, бірақ сіз мына видеоны точно көруіңіз мүмкін. Точно деген үшін кешіріңіз, бірақ бұл видеоны көруіңіз мүмкін шынымен де. Бұл видеоны көрген болсаңыз, бұл жерде Михайловичтің қарсыласын қалай жазалағандығын көресіз. Себебі бұл вирусты түрде бүкіл әлемге кеңінен таралған видеолардың бірі. Дәл қазір Жәнібек Әлімханұлын Михайловичтің командасы қатты тығырыққа тіреді. Жалпы тарих қалай басталып еді? 13 шілде күні 2024 жылы белбеуді қорғау керек болатын. IBF-тің міндетті үміткері ретінде Михайлович келесі қарсыласы болып бекітілген Жәнібектің, және шығу керек болатын, бірақ отандасымыздың бүйрегі соңғы сәттерінде, салмақ өлшеудің соңғы сәттерінде сыр бергеніне байланысты біз ары қарай жекпе-жек өткізе алмадық. Енді содан кейін Михайловичпен қайтадан шықпайтын шығар деп ойлаған едік, бірақ ары қарай мінекей қайтадан белбеуді біріктіру сынын саудаға шығарған екен. Және осы саудада Топранг $350 000 долларын ұсынған, ал Михайловичтің командасы $351 000, яғни $1000 артық саудамен бұл сауданы ұтып кетті. Негізі Топранг бұны білді, бірақ біле тұра осындай жағдайдың алдын алмай, яғни одан көбірек сумма ұсынбай, бұл жерде Жәнібек Әлімханұлына кішкене көңілі қалғандығын, Жәнібекке енді сенбейтіндігін тағы бір дәлелдеді осы тұста. Бірақ осы уақытқа дейін жақсы жетістіктерге жеткізгендігін біз мойындаймыз, бірақ дәл осы бір сәтте Жәнібек Әлімханұлына кішкене реніші бар екендігін байқауға болады. Енді бірақ Жәнібек бұл арқылы да, бұл сынақ арқылы да, бұл сынақтан өтетін болса, алдағы жекпе-жектері ұлы тарихқа айналатындығы сөзсіз. Себебі бұл оқиғаның өзі үлкен тарих. Енді
қандай қысымдар келіп жатыр, соған тоқталайық. Ең бірінші, сауданы ұтқан күнге дейін негізі Михайловичтің командасы шамамен жаттығуды бастап кеткен, және өз елінде Австралияда бастап кеткен. Және одан кейін Жәнібек Әлімханұлы бұл жаңалықты бірден ести сала, белбеуді босатып бере салса болатын еді, өзінің кіршіксіз рекордын американдықтар секілді сақтап қалса болатын еді, бірақ ол не істеді, маған белбеу керек деді, және сол сөзінде мінекей тұр, яғни чемпион ретінде белбеуді қорғаймын деп, ары қарай мінекей аз ғана уақыт қалған біліп тұр, бір айға жетпейтін уақыт қана. Және осы уақыттың ішінде бірден спарринг жұмыстарын Шымкент қаласында бастап кетті. Дайындықты жұмыстарын барлығын бастап кетті, және осы дайындық жұмыстарының арқасында үлкен нагрузкілер алып жатқандығын мына видеолардан өздеріңіз тамашаласаңыздар болады. Алғашқы бірден спаррингке кіріп кеткен, оған дейін дайындық жұмыстары көбірек жүрмегендігі көрініп ақ тұр. Екінші қысым бапкер. Яғни дәл қазір Жәнібек Әлімханұлында бапкер жоқ. Кейбір сайттарымыз жариялады, Мырзағали Айтжанов тренер болып жатыр екен деп. Өкінішке орай Берік Сұлтанның өзі бұндай өтірік ақпарат таратпаңыздар, тек қана Мырзағали ағай бізге спарринг қарсыластарын әкеліп беріп жатыр деген болатын. Яғни бұл жерде де көруге болады, Жәнібектің дәл қазір тренері жоқ. Бірақ бір сеніміміз, ол ертең Сиднейге, Австралияға ұшып барған кездерінде өзінің соңғы тренері бізге келіп Жәнібекке көмектессе екен. Бұл біздің тағы бір тілегіміз. Енді осыдан кейін ары қарай Жәнібек Әлімханұлы тағы алдымызда бір апта қалды, бір апта дайындық жұмысын жүргізіп, одан кейінгі бір апта тек қана салмақ, одан кейін сол жаққа көшіп, сол жаққа барып, жекпе-жекке алдын ала дайындық жұмыстары, сол сәттегі медиалық жұмыстар жүріп отыратын болады. Ол жерде енді ол елде болғандықтан, біздің елдің жанкүйерлері ол жақта Америкадағыдай қазақтар көп болмағандықтан, ол жерде енді біздің жанкүйерлеріміз тым аз болуы мүмкін. Бұның барлығы психологиялық тұрғыда біздің чемпионға кері әсерін береді негізі. Бірақ біздің чемпионымыз осының барлығын білді, алдын ала, яғни осының барлығын біле отыра, ол чемпиондық белбеуден бас тартқан жоқ. Ары қарай да мен бокстасамын, және осы белбеуімді қорғаймын, одан кейін келесі белбеулерге шығамын деп нық сеніммен айтып отыр. Осының өзі оның шынымен де чемпиондық менталитеті бар жігіт екендігін білдіреді. Егер осы сыннан Құдай қаласа сәтті шығатын болса, онда біз үлкен жеңіске жете аламыз. Одан кейін тағы бір ескеретін үлкен кедергінің бірі, ол екінші күні де салмақ өлшеу керек деген шарт қойып отыр. Бұл жағдайды түсіну үшін біз артқа оралайық. Кезінде Канело Ковалев, ресейлік Ковалевпен жекпе-жек өткізердің алдында мынандай шарт қойған болатын. Ковалев өзі 79 килограммда бокстасып жүріп, ол ертесіне бір күн салмақ өлшеуден кейінгі уақытта бір күннің ішінде қайта қалыпқа келіп 90 килограмм болып алып бокстасады. Ал бірақ бұл жерде Канело мынандай шарт қойған болатын. Егер осы шартқа келсең, сенімен жекпе-жек өткіземін. Яғни бірінші күні салмақта 79 килограмм, екінші күні 84 килограммнан аспауымыз керек деген болатын. Ол Канело өзінің кішкентай екенін біледі, одан көп салмақ көпке барып кетпейтін, салмағының одан асып кетпейтіндігін білгендіктен осындай шарт қойған болатын. Енді біздің Жәнібек қазір өзінің жұмыс салмағы 80-82 килограмм, және ол жекпе-жектің алдында бір апта, екі апта бұрын салмақ қуып, сол 72-ке барып, және бір күннің ішінде қайтадан сол 80 килограмм салмаққа көтеріліп алатын еді. Ал енді бүгін Михайловичтің командасы бұл жерде үлкен шарт қойып отыр. Яғни салмақ рәсімін де осындай өздерінің тараптарына бұрып отыр. Екінші күні салмақ өлшеу деген сол жекпе-жек болатын күні негізі. Және ол болатын күні жекпе-жектен шамамен 5-6 сағат қана бұрын салмақ өлшеуі тиіс болады. Және ол жасырын түрде өтеді. Және ол сәтте енді Михайловичтің салмағы қанша, жұмыс салмағы 76 ма, 78 ба, бәлкім 72 шығар, 74 шығар. Сол салмақты Жәнібекте жасау керек болатын болып тұр. Сондықтан Жәнібектің қайта қалыпқа келуі кішкене қиындайды. Негізі дәл қазір бұл айтып жатқан дүниенің қаншалықты маңызды екенін сезіну үшін мына суреттерге қараңыздар. Мына жерде Жәнібек Әлімханұлы салмақ өлшеп 72 килограммды көрсетіп тұр. Мына жерде ертесіне жекпе-жекке шыққан сәтінде ол 82 килограммды көрсетіп тұр. Яғни арасы 10 килограмм. Бұның өзі үлкен біз үшін минус. Бірақ бұған қарамастан, осының барлығын біле тұра, Жәнібек Әлімханұлы бұның барлығын біле тұра, дәл қазір бас тартуға болатынын білсе де, ешқандай бас тартпай соңына дейін барып, салмағының барлығын қазірден бастап реттеуге тырысып, 12 раундтық спаррингтердің барлығын өткізіп, өзінің психологиялық тұрғыда, менталды тұрғыда шынайы чемпион екендігін тағы бір дәлелдейтін тарихи сәт келіп тұр. Сондықтан да біз Жәнібек Әлімханұлына дәл қазір барынша қолдау сөздерімізді аямай, оны шынымен де қолдайық, шын жүрегімізбен дұғада болайық. Қанша дегенмен дәл қазір маңызы бар 4 титул болатын болса, соның екеуін алып отырған жалғыз қазақстандық әлем чемпионымыз. Мұндай чемпиондарымыз әрине көп болған қалаймыз, бірақ дәл қазір по факту дейді, по факту жалғыз ғана осындай чемпионымыз бар. Сондықтан да біз барынша шынайы жанкүйер болайық, шын жүрегімізбен Жәнібекке тілектес болайық. Барлық тілектеріңізді төменге комментарияға жазыңыздар. Сіздер дәл қазір Жәнібекті немесе мені сынағаннан ештеңе де ұтпайсыздар, бәлки күнә арқалап кетулеріңіз мүмкін.
бірақ маңыздысы ол емес, маңыздысы біздің шынайы спортшыларымызға жанкүйер болуымыз. Мен сіздерден де соны сұраймын. Сіздермен бірлесе отырып біз шынайы жанкүйер болайық қазақ стайлға. Австралияның Сидней қаласы біз үшін өте ерекше қалалардың бірі, себебі бұл жерде 2000 жылы Олимпиада өтті. Бұл жерде біз өз тарихымызда болмаған 2 алтын медаль алдық бокстан және 2 күміс медаль алған болатынбыз. Дәл сондай жеңісті сериямыз, жарқын жеңісіміз біздің Жәнібек батырымызға, қазақ стайлға жұғысты болсын. Құдай қаласа Михайловичті жарқын жеңіспен қазақ стайл отады деген сеніміміз мол.